Алладан кешірім сұрауымыз керек. Алла менің өткен күнәларымды әрі болашақ жасайын деп жатқан күнәларым үшін Алла мені кешір. Аллахым, сен аса қамқорсың, ерекше мейірімдісің. Сенің мейіріміңнен үмітімді үзбеймін. Өзің берушісің деген сияқты өзіңізге осындай дұғаны тілеп отырып, ауызды ашсақ болады екен. Біз не қыламыз? Уақытымыз жақындаған кезде, қазір мен дастархан жайып алайын, анау ауыз ашатын адамдар келеді деп біздер өзіміздің уақытымызды өтіріп жіберіп жатамыз. Сол кезінде біздер сол уақытта айтады, Алланың өзі де жақсы көреді, ауызды асығып ашқандарды жақсы көрем дейді. Соның үшін ауыздарыңызды асығып ашыңдар дегім келеді. Максимально сол ауыз ашар кезде дұға тілегіңіз қабыл болатын сәт екен. Жаман заттың, жын шайтанның бәрі кісенделетін уақыт дейді. Адамдар бар күлкіден, тойды жинастырады, барынша Аллаға құлшылық ет. Даже мұсылман емес адамның өзі қазір мұсылмандардың ораза айы деп жамандықтан тыйылады екен. Сонда не дегені? Сонда жын шайтанның бәрі кісенделетін уақыт. Осы кезде сіз барынша дұға тілеп, барынша Құранды жаттайтын болсаңыз, кез келген Құран, мысалы, осы 30 күннің ішінде бір Құран жаттауға өзіңіз осындай сөз беруіңіз керек. Мен осы ораза айында осы Құранды жаттауға ниет еттім, Алла. Сіз менің санамды аша көр деген сияқты өзіңе, жаңағы біріншіден өзіңе айтқан сөзіңе өзің жауап беретіндей сөздерді өзіңе айтып болып, Аллаға сол айтайын дегенім, оразаның қай уақытта бізге пайдалы уақыты, қай уақытта біздердің дұға тілектеріміз кері қайтарылмайтын уақыт. Ең бірінші ауыз ашар уақыт. Сол кезде, мысалы, қазіргі таңда оразаның ашылатын уақыты 15:47 ғой дейме? 15:47. 15:47 болды ма? Уже сол кезде сіз отырып, өзіңіздің дұға тілегіңізді бірінші дұғамыз, ең бірінші біз Алладан кешірім сұрауымыз керек. Алла менің өткен күнәларымды әрі